Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қамыры нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын нағыз балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл тортты мен өзімнің ұлымның туған күніне арнап дайындаған болатынмын. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға қантымызды, кейін оның үстінен балымызды және де жұмсақ сары майымызды салып отқа қоятын боламыз. Қантымыз ерігенше толықтай араластырамыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, асты күйіп кетпеу керек. Қантымыз толықтай еріген соң, осының үстіне 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Осы кезде массамыз 2 есе ұлғаяды. Тағы да жақсылап араластырып, өздеріңізге ұнаған түс шыққанша дейін араластыратын боламыз. Тым қатты ұстап, күйіп кетпеу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, менде осындай әдемі түс шықты. Осы массамыз тезірек суу үшін басқа ыдысқа ауыстырып алатын боламыз. Бізде массамыз жылы болу керек. Ыстықтай күйінде жұмыртқамызды салып жіберсек, жұмыртқамыз пісіп кететін болады. Сондықтан жылы болған соң бір-бірден жұмыртқамызды сала отырып, миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Бір жұмыртқамызды салып миксерлейміз. Кейін екінші жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Менде жұмыртқа бөлме температурасында тұрған. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін осының үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боласыздар. Бізде массамыз қолға жабысатын болады, одан еш қорықпаңыздар. Және де ұнды көп салып, массаны қатырып тастамаймыз. Осы күйінде массамызды жинайтын боламыз. Артық ұнның қажеті жоқ. Тура рецепт бойынша жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Осылай қолымыздың көмегімен жинап, таза целлофанға немесе пищевой пленкаға салып, 20-30 минут холодильникке қалдыратын боламыз. Кейін 20-30 минут өткен соң тестамызды алып, бірнеше бөліктерге бөлесіздер. Мен бұл жерде 3 бөлікке бөлдім. Негізінде менде 4 корж шықты. Себебі біз бұл өзіміздің коржымызды кесетін боламыз. Енді сіздер дөңгелек ретінде 4-1-3 болсын, өздеріңіз қалай жасағыларыңыз келеді, солай дайындай бересіздер. Мен осылай 3-ке бөліп алдым. Негізінде менде 4 корж шықты бұдан. Пергамент қағаздың астына аздап ұнымызды сеуіп, тестамызды жайып шығатын боламыз. Тестамызды жайып, менің ұлым 6-ға толғандықтан, мен осындай арнайы кондитерліктен осындай 6 деген трафарет сатып алдым. Немесе ақ қағазға да қиып алсаңыздар болады. Кез келген санды жасай берсеңіздер болады. Осылайдан барлығын кесіп шығамыз, және де көтеріліп кетпеу үшін шаңышқының көмегімен барлық жерін тесіп шығамыз. 180 градуста алдын ала қызған духовкада 10 минут пісіріп аламыз. 10 минуттан артық ұстамаңыздар. Одан кейін кремін дайындаймыз. Креміне қант және де творожный сыр қосамыз. Қантымызды, творожный сырымызды салып аламыз. Екеуін жақсылап миксерлеп аласыздар. Кейін осының үстінен салқын сливкимізді құямыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Өзінің формасын ұстайтындай бізде крем шығу керек. Ендігі кезекте крем-корж етіп тортымызды жинайтын боламыз. Мен осылай кондитерлік мешокке салып алып,
Упипайға арналған насаткасымен осылай барлығын жасап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде 4 корж шықты, және де қалған артылып қалған корждарынан кішірек етіп, печенье тәрізді етіп, оформленияға қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын жағып шығамыз. Міне бізде тортымыз дайын. Енді осыны өздеріңіз қалаған кез келген оформлениясын жасасаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.